Кімнің үйінде дәл осы менікі сияқты бұзылып бара жатқан кабачки бар. Осы кабачкиді қолдана отырып өте дәмді ерекше тағам дайындауға болады. Видеоны соңынан тамашалаңыздар. Ал мен бізге кабачки дәл осылай видеода турап шығамыз. Кейін тауықтың төс етін ұсақтап турап шығамыз. Тауықтың төс етін бөлек ыдысқа салып қоямыз. Кейін үкіштен бізге сырды өткізу керек болады. Сыр бізге твердый сыр қажет болады. Енді бөлек ыдысқа біз оливкасын дайындаймыз. Жұмыртқаның үстіне қаймақты салып, дәміне қарай дәмдеуіштерді саламыз. Қара бұрыш салсаңыздар болады қосымша. Және осы етті салып, сырды салып, барлығын бірге жасылап араластырамыз. Дәл осылай видео көріп тұрғандарыңыздай етіп. Енді кабачкимізді формамызға жайғастырып шығамыз. Кейін үстіне оливкамыздың жартысын құямыз. Жан-жағын осылай жаямыз. Кабачкидің екінші қатарға тағы да кабачки салып, оливкамыздың екіншісін құямыз. Жан-жағын осылай барлығын жайып шығамыз. Қалауынша үстіне қызанақ қойсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста 40 минут аралығында пісіріп аласыздар. Міне осы біздің тағамымыз дайын. Міндетті түрде осы тағамды дайындап көріңіздерші, өте ерекше дәмді болып шығады. Айта кететін жайт, осы видеода қолданған заттардың барлығын мен Тему сайтынан теп-тегін алдым. Сіздер де дәл солай тегін алу мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін Тему сайтына кіріп, жоғарыда көрсетілген кодты терсеңіздер жеткілікті.